Сәлем достар, сіздер Тілеуімбердин Ашынардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода мастер-класс дәл осы трансформер сумкаларға жүреді. Мінекей дәл осылай дайындап қойған киімдерімізді осы сумканың ішіне салып, киім-ілгішімді ішке қарай бүктеп, бой бөлшектерін замокпен бекітіп, сумка жасаймыз. Ішіне ауыр нәрселерді салмауға кеңес беремін, өйткені ішіндегі заттары мұжылып қалмау үшін. Мінекей, мынау кожадан тігілген, дәл осындай балоневый сумкадан тігілген екі түрлі сумка. Қандай матаны таңдайтынын ол өз еркіңіз. Ал енді қыздар, іске сәт жақсы шығатынына сенімдімін. Мен достар, трансформер сумкамызға керекті заттар тізімін айта кетейін. Метр сызғыш, кепкен сабын және қайшы. Негізгі матамыз ені 1,5, ұзындығын 1,30 см алдым. Астарлық матамыз да солай 1,30 және ремен сумкамыздың бауына 6 метр алдым. Және бір сумкаға 3 замоктан кетеді. Бір айта кететін нәрсе, бұл алған заттардың бәрі 2 сумкаға есептелінеді. Сонда замоктар 6 замок және 2 жіңішке замок кететін болады. Керекті заттарымызды түгендеп алсақ, онда бисмилля деп сөмкемізді пішіп бастайық. Мінекей, біз матамызды әдемілеп стол бетіне жаямыз да. Мен негізгі бұл сумканы үнемі чехол, осы чехолға күйеуімнің киімдерін салып жолға шығады. Сол кезде міне қазір аламын деп қойып кеткен сөмкемді, осы чехолды үнемі ұмытып кете бергеннен кейін осындай сумка тігу идеясы келді маған. Сондықтан мына чехолды алып, осы матамызды тура осы чехолның мен бірдей қап тіксем, маған жақсы келетіні сөзсіз. Сіздерге өздеріңіз үнемі таситын чехолды қойып тіксеңіздер де болады. Мінекей, енді осының үстіне тура чехолмен бірдей қылдырып, мен қиып алатын боламын. Өйткені мына жалпақтығы ені дейміз ғой, қанша бар сонша алатын боламын. Өйткені мына киім-ілгішке ілген киім әлбетте свободно тұратындай болу керек. Мінекей, ені бізде 60 сантиметр болды. Өлшеп сызып алдым. Мінекей, сызғышпен түп-түз оқып қазір сызып аламыз да, әдемілеп қиып шығатын боламыз. Мінекей, қиып алдық. Ендігі жаңағы қиып алған матамызды чехолымызбен бір өлшеп қоямыз. Міне, қарап тұрсаңыздар, дәл болды. Бұл чехолдың ені 58 сантиметр, 1 сантиметрден тігіске қосып, мен негізгі матамызды 60 сантиметр етіп қиып алдым. Ұзындығын 95 сантиметр етіп қиып алдым. Өйткені біздің осы ұзындығына қоятын замогымыздың ұзындығы да 95 сантиметр. Ол дәл келгені әдемі болады. Өйткені екі шетіндегі жаңағы боковушкаларын толығымен айландырып кигізіп, толығымен айналдырып шешіп қойғанға ыңғайлы болу үшін. Мінекей, 95 сантиметрді өлшеп, шетін бәрін тегістеп қиып алғандарыңыз дұрыс. Алдында байқасаңыздар, мен жалпы маталардың еніндегі екі жақ шетіндегі кенерелерін қиып алып тастаймын. Сол сияқты түзулеп қиып алып тастасаңыздар жақсы болады. Мінекей, 95 сантиметрді әдемілеп қиып алдым. Бұл негізгі біздің сөмкеміздің жаңағы барлық өлшемі осы болады негізгі. Екінші матаны да қиып, дәл осымен беттестіріп қиып алатын боламыз. Және жан жағынан қалғандарды боковушкасына және қалтасына
әдемілеп келтіргенде дәл 2 сумка шығады. Неге 2 сумкаға алып жатырмыз деген сұрақ болатын болса, айта кетейін, бізде жалпы базарда 1 метрден кем сатпайды. 30 сантиметр, 20-50, жарты метр деген нәрсе сатылмайды бізде. Сондықтан 1 метрден жоғары болғандықтан маған 60 сантиметрді олар қиып бере қоймады. Сондықтан 1-30 сантиметр алдым, кішкене артығымен деп. Сонда міне осылай дәл 2 сумка шығатын болады. Міне өлшеп тексеріп алыңыздар. Зато 1-2 сумка тігетін боласыздар. Базарға барсаңыздар, осы жерде көрсетілген керекті заттарыңызды мұқият қарап, ұмытпай әкеп алсаңыздар, 2 жүрмейтін боласыздар. Мінекей, енді 2 шетіндегі боковушкасын қиятын боламыз. Оған бізге ұзындығы 30 сантиметр, ені 25 сантиметрлік 4 деталь сызып қиып алатын боламыз. Мінекей, алғашында 2-і, сосын тура осы 25-те 30-ды 2-ге бүктеп, осылай шетін қиғаштап, дөңгелектеп қиып алатын боламыз. Мінекей. Енді осыған мына шетінде қалған 2 основной детальді алған жерде, осындай шетінде қалтаға аузына қалады. Көрдіңіздер ма? Тура осыны кенересін ішіне қарай қайырып жіберіп тігіп, қалтасының аузын жасайтын боламыз. Енді өз еріктеріңіз, қалтасына замок салып қойсаңыздар да болады. Мен салғам жоқпын. Мінекей, бірінші боковушканың қалтасы. Енді міне екіншісін пішіп алатын боламыз. Дәл осылай, жаңағы 1-30 сантиметр алған матамыздан тура осы 2 сумканың детальдарын қиып дайындап алсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Міне екіншісін осыған қойып, әдемілеп пішіп аламыз. Мұндағы алған 1 метр 30 сантиметр маталарыңыздан 2 сумка шығарасыздар. Жақсы емес па? Біреуін өздеріңізге, біреуін сыйлыққа беріп жіберсеңіздер тамаша. Міне қалған матаның реті осы. Енді астарлық матамызды бірден қиып дайындап алатын боламыз. Ол үшін астарлық матаның үстіне негізгі матамызды қойып, дәл қып. Бұл жерде артық іштеңке алудың қажет жоқ. Мына кенерелердің керек емес жерін қиып тастаймыз да. Осыны қазір үстіне қойып, тең ортасынан қақ жарып қоямыз. Осы жерде, осы ортасынан кесілген жерге біз замок орнататын боламыз. Сондықтан қалған артық жерлерін замок орнатып болғаннан кейін қиятын боламыз. Әзірге астарымыз дайын. Енді мына сумканың түбіне қатты нәрсе қою үшін біз кішкене алынып салынатындай қалташа тігетін боламыз. Ол үшін біз негізгі матамыздың тең ортасынан осындай келеді. Енді қарап тұрсаңыздар, мінекей, енді біздің негізгі детальдарымыз барлығы дайын болды. Қазір 2 боковушкасына астар қиятын боламыз. Мінекей. Дәл осы көк матаның үстіне боковушка детальдарымызды қоямыз да, әдемілеп 4 деталь бірдей етіп қиып алатын боламыз. Достар, кейін өздеріңізде қалай шықты, осы комментарийді бөлісуді ұмытпаңыздар. Қандай идея қостыңыздар өздеріңізден.
Мінекей, сонымен бұл да дайын болды. Енді ең бірінші біз осы негізгі үлкен төртбұрышты деталімізге сөмкеміздің көтеретін бауын тігіп алатын боламыз. Ол үшін ұзындығына 15 сантиметрден отметка жасап аламыз да, белгілеп алып, осы 15 сантиметрдің ленталарымызды 15 сантиметр сыртында қалатындай етіп орналастырып, әдемілеп қара жіппен бастыра тігіп шығатын боламыз. Ең алдымен осы ременімізді әдемілеп бір-біріне қосып аламыз. Енді мына ремен егер сізге қысқа жай ғана қолыңызда көтеріп жүретін ғана сумка керек болатын болса, онда 2,5 метр бау жететін болады. Егер кейде иығыма асамын дейтін болсаңыз, онда 3 метр жетеді. Мінекей, екі лентаның басын бір-біріне қосып, қайтарып тігіп қосып шығатын боламыз. Және мінекей әдемілеп орналастырып, жаңағы белгілеген 15 сантиметрдің белгілеріміз осы лентаның сыртында қалып отыру керек. Мінекей бастапқысын мына сумканың бас жағынан 10 сантиметр қалдырып тігіп алатын боламыз. Мінекей осылай әдемілеп, асықпай, біркелкі қып тігіп шығыңыздар. Менің алып отырған матам кожа, бұдан юбка, плащ тігіп киіп жатыр елдер. Су өткізбейді, мүлдем өткізбейді су. Тексеріп көрдім өзім. Жаңбырлы күндері дәл осы сумкадан қорқудың қажеті жоқ. Мінекей осылай айландыра тігіп, мұны жеткізбей, 10 сантиметр жеткізбей тігетін боламыз. Мына сумканың ремендерін ұстайтын жерінде әдемілеп бекітуді ұмытпаңыздар. Қазір мынаны толығымен тігіп алғаннан кейін сумканың іш жағынан да осы сөмкеміз жыртылып кетпейтіндей астынан тағы осындай кішкене қиықтар қойып тігіп алатын боламыз. Алтыда көресіздер оны. Мінекей, сонымен ремешогымызды әдемілеп мінекей бастыра тігіп алдық. Енді екінші жағын ету үшін әдемілеп, түзулеп, екі жақ
көтеретін ручкасы бірдей болатын етіп дәлдеп алыңыздар. Міне видеода көріп отырғандарыңыздай бір жағын смело орналастырып, екінші жағын кейін оң жақ пен сол жақ ручкасы бірдей шығатындай етіп, әдемілеп өлшеп, инемен түйдеп аламын да, қазір бастыра тігіп шығатын боламын. Осылай. Мінекей, қарап тұрсаңыздар, оң жағындағы біздің белгілеген белгілеріміз мына лентамыздың сыртында қалды. Міне. Сонымен мінекей біздің ручкамызда дайын болды. Енді дәл осы дайын тұрған сумкамыздың екі жақ шетіне әдемілеп замоктарымызды көктеп орналастырып алатын боламыз. Мінекей, екі жақ шеті боковушкаларын кигізетін замоктарды әдемілеп бірдей қылып, теп-тегіс қылып орналастыратын боламыз. Мінекей. Мына сөмкенің ұзындығында 95 сантиметр алған себебім, мына замоктардың ұзындығы 1 метр деп алғанмен ровно 95 сантиметр. Енді екі жақ басынан 1 сантиметрден сөмкенің аузын жабатын замокты орналастыру үшін 1 сантиметрден қалдырып, замоктарды орналастыратын боламыз екі жақ басынан. Мінекей, сонымен әдемілеп екі шетіне замокты көктеп орнатып алдық. Енді астарымызға жіңішке замокты әдемілеп орналастыратын боламыз. Енді мына біздің сөмкеміздің жаңағы түбі әдемі тұру үшін қаттырек нәрсе саламыз. Сол үшін бағанағы пішіп дайындап қойған қалташамызды орнататын боламыз. Ол үшін тең ортасын белгілеп алып, біздің боковушканың енімен бірдей болатындай етіп, әдемілеп белгілеп сызып шығатын боламыз. Мінекей, тең ортасынан жаңағы боковушка 25 сантиметріміз тең ортасында қалатындай етіп сызамыз. Осы жерге әдемілеп сызғышпен өзімізге көрініп тұратындай қылып сызып алсақ болғаны. Осы сызған жерімізден тігістермен тігіс жүргізіп, жаңағы көк қалташамызды тігіп алатын боламыз. Міне, осыны үстіне көк жіп, машинкеміздің үстіне көк жіпті, астына розовый жіпімізді өткізіп, әдемілеп тегістеп тігіп шығамыз. Қыздар ерінбей әр нәрсені инемен түйдеп алып, жетірез өлшеп бірлес кестемекші, жетірез өлшеп тігіп, бірақ рез тігетіндей қалдырыңыздар. Өйткені сөккенде мына кожада тесіктер қалып қойса, жай матадағыдай емес, бұлар тесік-тесік болып қалып қалады. Мінекей, міне тігісін көріңіздер, қандай әдемі шықты. Міне осылай жүргізіп тігіп шығасыздар. Кейін міне қалта осылай болады. Ішінде ең бірінші тігіп алғандарыңыз дұрыс. Мына жерге қатты нәрсені саламыз. Керек жоқ кезде алып тастауға болады. Мынаны жуған кезде ішіндегі жаңағы қатты затты алып тастағанға өте ыңғайлы болады. Енді мына сөмкемізді осылай өңін бері қаратып жаямыз да, көк астарымызды үстіне беттестіріп қоямыз. Мінекей астарымыздың да
ашылатын оң жағы ол жаңағы сумканың бетіне қарап тұру керек. Мінекей. Дәл осылай. Енді бұл жердегі артық замокты қиып тастаймыз. Артық жіптерін де қиып тастаңыздар. Өздеріңізге кедергі жасамайтындай. Сонымен, бұған дейін бұның алдында сумканың негізгі жабылатын аузының замогын тігіп аласыздар жаңағындай. Мінекей. Әдемілеп орналастырып, оны да көктеп тігіп аласыздар. Кейін мына астындағы көк астардың астына жайып, үстіне сөмкемізді әдемілеп орналастырып, бұны да ерінбей көктеп шығамыз. Өйткені тігіс осылай тұрғанда көктеп алып тіксеңіздер өте дәл сөсудер. Және замок тігетін табанмен тіккен кезде бұл мата инемен қадалып тұрғанға өте көне қоймайды. Сондықтан бір тігіс тіккенде екінші рет сөкпейтіндей қып, алдымен дұрыс жатқанына көз жеткізіп, көктеп орналастырып алыңыздар барлығын. Содан кейін машинкамен бастырып тігетін боласыздар. Міне мен алдымен инемен қададым. Кейін әдемілеп барлығын айналдыра көктеп тігіп шығатын боламын. Сосын теріс аударып тексеріп шығамын. Жаңағы біздің замоктарымыздың қалай жатқанын, қалай ашылып жабатынын бәрін тексеріп алып барып машинкеге салып тігетін боламын. Міне астындағы мына көктеп әбден тігіп алғаннан кейін мына көк астарымыздың артық жерлерін содан кейін қиятын боламыз. Міне негізгі жалпы сумкамыздың әдемі шығуы осы біздің айналдыра тіккен замогымыздың әдемі тігілгеніне байланысты болмақ. Сондықтан асықпаңыздар. Қарап тұрсаңыз бұл бір жай ғана нені айналдыра тіге салатын сияқты жеңіл көрінгенмен бұның да өзінше бір машақаты көп. Мінекей көрдіңіздер ме? Міне қазір мына сөмкенің аузының киіліп шешілуін толығымен тексеремін. Түзу түскенін. Міне әдемі жандары да бір келкі болды. Енді қорықпай машинкеге салып тіге берсек болады. Мен кейіннен осы Жаноме машинасын, тігім машинасын алдым. Өте қатты ұнайды. Мінекей шетіндегі артық астарларды қиып тастадым. Жаноме машинасының, тігім машинасының жақсы жері комплектісінде барлық керекті тігістерді жүргізетін лапкаларының бәрі өзімен бірге жүреді екен. Мінекей қараңыздар, осылайнан замокты тігетін өзінің лапкасымен тура замоктың шетіне бастыра отырып тігеміз. Мына жаңағы біздің тігіп отырған жіңішке бауымыз, бейка, касабейка дейді ғой, сол сияқты тігіп алыңыздар. Оны мына жерде қосып тіге кетеміз. Жаңағы киім ілгішімізді ішіне салған кезде жай ғана осы ілмекке іле салатындай салуға керек болады. Дәл осы жерді бір-екі қайтара тігіп жібереміз. Міне сонымен енді замок тігетін лапкамызды ауыстырамыз. Мынадай болады екен.
осы лапкамен замокты түбінен тігіп шығуға өте ыңғайлы лапка. Содан кейін міне саламыз да айналдыра әдемілеп замокты орналастырып шығатын боламыз. Сонымен аяқ жағын бекітіп тігуді ұмытпаңыздар. Сонымен міне айналдыра замогымызды орналастырдық. Енді әдемілеп тексеріп алыңыздар. Мінекей әдемілеп тексеріп замоктардың дұрыс орналасқанын, дәлме-дәл шетіне тігілгендерін әдемілеп тексеріп, тігілмей қалған жері болса, осы жерде әдемілеп тағы бір өткізіп тігіп, содан кейін барып зигзагпен тігетін боламыз. Енді мына ручкалардың кішкене қаттырып бекіту үшін мынандай төртбұрыштерді ішіне тігіп шығуды жөн көрдім. Көрдіңіздер ме? Осылайынан төртеуінің төртбұрышына осылай қаттап тігіп шығатын боламын. Айландыра төртбұрышына тігіп шықтым. Замоктардың әдемі орналасқанына көз жеткізгеннен кейін сыртынан әдемілеп бастыра тігіп шыққанымыз дұрыс. Өйткені жаңағы замокты, боковушкасын, жалпы сумканы ашып жапқанда мына мата астары немесе өзі кожаның өзі қайта-қайта қыстырылып қала бермеу үшін тігіп жасағанымыз өте дұрыс болады. Мінекей сонымен замогымызды әдемілеп бастырып тігіп шықтық. Мінекей бір тексеріп аламыз. Тігістеріміз өте әдемі шықты. Замогымыз да әдемі жатты. Енді осы жерге боковушканы орналастыратын боламыз. Жанындағы бөлшекті. Ол үшін қиып дайындап қойған боковой детальдарымыздың бірінші қалтасының аузын бір қайтарып тігіп аламыз. Машинканың ортасында екі бүктелген кожа оңайшылықпен тігіле қоймайды. Дегенмен тігіп өттім. Әдемі шықты. Енді негізгі боковой деталіміздің үстіне жаңағы тігіп алған қалтамызды әдемілеп орналастырып көктеп аламыз. Екі жақ шетін көктеп тігіп шығамыз мінекей. Енді осы детальдің тең ортасын белгілеп алып, қазір замогымызды орналастыратын боламыз. Осы тең ортасынан замок келіп, қайтадан қайтып сол жерге келу керек. Айналдыра әдемілеп орналастыратын боламыз. Мінекей мына жердегі замокты шешіп, міне боковой деталімізға замокты әдемі гладко жататындай қылып орналастырамыз. Ол үшін доғал жерден әдемі гладко жату үшін мына видеода көріп отырғандарыңыздай замокты кішкене шет-шеттерін қиямыз. Міне замогына жеткізбей қиып қоямыз. Сонда ол әдемі ешқай жері тартылмай әдемі тұратын болады. Мінекей осылай әдемілеп айналдырып тігіп шығамыз. Сонымен достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болады. Оның ішінде менде каналымда тегін мастер-класстар өте көп. Құрақ құрау, 3D құрақтары,
кіріп көріңіздер, менімен бірге құрақ құрауға шақырамын. Мінекей, тағы да осы жерден 1-2 қиып, мынандай бұрылыстарда қиып отырамыз. Мінекей, видеода әдемі көрсетуге тырыстым сіздерге. Осылай әдемі орналастырып, асықпай көктеп алғандарыңыз дұрыс. Өйткені бір тігіп өтіп, дұрыс болмай қалса, сөгітуге келмейді бұл маталар. Тесік болып қалса, орнына келмейтін маталар. Сондықтан ерінбей, әдемілеп, әр нәрсені көктеп, тексеріп, содан кейін машинаға салып тіккен дұрыс, қыздар. Мінекей, тағы бір бұрылыс осы жерден. Мінекей, әдемілеп, күштілеп, тура дәлме-дәл ғып көктеп шығамыз. Кейін астарды, көк матаны да бетіне жауып көктеп шығатын боламыз. Міне тағы да 1-2, 3 жерден, 4 жерден қиып жібереміз. Әдемі повороттар болады. Мінекей, кішкене ғана артық қалады, оны бұлай қайырып тігіңіздер. Артық жері болса, кейін қиып тастарымыз, әйтпесе тұра берсе де болады. Міне, осы көктеп болғаннан кейін міндетті түрде екінші замогына кигізіп тексеріп алыңыздар, түзу түскенін не көз жеткізу үшін. Мінекей, әп-әдемі болып өз орнына тұра қалды. Енді қалған жұмыстарды істей берсе болады. Ендігісін мына жерде үстіне қазір мына көк астарды қойып, әдемілеп, тағы бір көктеп шығатын боламыз. Міне, енді қорықпай машинкеге салып тіге берсек болады. Енді мына жерде машинкемізге замок тігетін табанды салып дайындап аламыз. Кеттік. Бисмилля деп бастап, зырылдатып бір айландырып тігіп шығамыз. Мына төменгі жағынан бір кішкене, бір 3 сантиметрдей жерді тікпей қалдырып кетеміз. Мына жерден біраз өтіп, қазір бізге ол аударғанға керек болады. Именно осындай түзу тігілетін жерден, андай бұрылатын жерден емес, тегіс жерден қалдырып кетеміз айландыруға. Содан кейін әдемілеп, зырылдап тіге береміз де. Мына жерді түзулеп келтіріп аламыз. Тура замоктың жабылатын капроны бар емес пе? Тура соның шетінен тігу керек. Сонда замок әдемі түседі. Мінекей, тігіп болдық. Енді мына жердегі қалдырып кеткен жерімізден аударатын боламыз қазір. Міне, әдемілеп, асықпай тартып алып аударамыз. Әдемі болды мінекей. Енді қыздар, тура замоктың шетінен сыртынан бір өтеміз қазір. Ол үшін машинкеміздің жоғар жағында розовый жіп, астыңғы жағында көк жіп болу керек.
Мінекей, қазір төменгі жағынан бастап, жаңағы аудырған жеріміз тігілмей кеткен жер бар емес пе, сол жерден бастап әдемілеп сырылдатып үстінен бастырып тігіп шығатын боламыз. Сол түбі әдемі болып қатты болып тұру үшін осындай құрылыс материалы өте жеңіл, тегіс болып тұрады. Мінекей, оны ашық қылдырғанымыз кейінгі күні сөмкемізді кір жуғыш машинада жуатын болсақ, түбін алып тастап, сала салғанға өте ыңғайлы. Сонымен сөмкеміз дайын. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.